Мәшһүрдің Бұхарада медреседе оқып жүрген кезі болса керек. Жұма намазы күні мәшһүр ұзын көше бойымен келе жатса, бір ақ сақалды адам алдынан шығып, кес-кестей бергендей болады. Үстінде ұзын қара шапаны бар, қолында аса таяқ. Қанша байқастағанымен, бұрын еш жерде көрмеген адамына ұқсайды. Үлкен адам ғой, алдынан кесіп өтпей, тоқтап тұрдым да, жақындағасын қол қусырып, сәлем бердім. Сәлемімді аларда аса таяғын жерге шанша салды. Ұшында еш темірі жоқ таяқ, жерге қадалып, сәл дірілдегендей болып тұрды. Іле таяғын қолына алып, өзімді 3 айналып таяғымен түрткіледі де, 72-73 деп кері айналып жүре берді. Ләм-лим деп басқа ештеңе айтпады. Аң-таң болып мен қала бердім. Апырай, мына кісі маған 72-73 минутта өлесің дегені ме? Әлде соншама сағатқа мегзеп тұрма деген ойыма қорқыныш кірді. Сол күні түсіме аруақтар кіріп, мазасызданғаным бар еді. Не де болса бір Аллаға тапсырып, шалдың айтқан уақыттарын тағатсыз күтумен болдым. Одан аман өткен соң 72-73 күн шығар деген ойға келдім. Күндерде өтіп, енді сол шамалы жұма не ай болар деген ой келді. Бір қорқыныш, бір үміт жалғаса келе, бәрі де артта қалғандай жай болды. 25 жастағы шағым еді. Ойға шомдым. Бұл шал, мен бұрын көріп білмеген адам. Тіпті қала адамдарының киім киісі не жүріс-тұрысына ұқсамайды. Таяғында бір сиқыр бар сияқты. Жерге қатты түйремей-ақ, қабырғаға сүйей салған таяқ секілді бір орынға қадала қалған еді. Жоқ, бұл енді менің 73 жыл өмір сүретініме аян беріп тұр деген қорытындыға келдім. Бұдан мәшһүрдің 73-ке келгенше балталасаң да өлмеймін. 73-ке келген соң майға бөліп қойсаң да әрі өмір сүрмеймін деген болжамының сырын ұғуға болар еді. Сөйткен мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1931 жылдың күз айының аяқ кезінде 73 жасқа келгенде дүние салады. Одан бұрын көзі тірісінде зират салғыздырып өзіне өзі дұға оқытқызған. Көпейұлы Жүсіпке Құдай рахмет айласын деп сақ-сақ күледі екенде, маған келіп бата жасамақ түгілі әркімнің басына туар тұрымтай тұсына заман болады. Мен көрмеймін, сендер көресіңдер. Көресіңдер де көнесіңдер дейді екен. Бұл қазақ еліне 1923 жылғы дүрбелең болып басталып, 1931-32 жылғы адам қырғынымен аштықпен аяқталған кез еді. 1952 жылы көрін ақтарып, үйін талқандап бұзып тастағанға дейін мәшһүрдің денесі 21 жыл бойы бұзылмаған.